Қазақ күресінің даму тарихы қазақ халқының тарихымен тұтасып жатыр. Себебі түрлі мереке жиындар боз кілем үстіндегі белдесусіз өткен емес. Күші басым түсіп, жеңіске жеткен палуандар халықтың төбесіне көтерер құрметті адамына айналған. Міне, сол атадан балаға мирас болып келе жатқан ұлттық кодымыз бүгінде өскелең ұрпақтың да сүйіспеншілігіне ие. Ал қазанның соңғы сенбісінде болған аудан біріншілігі елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы төңірегінде төл өнеріміздің насихатталу аясы ашыла түскендігін тағы бір мәрте аңғартып бергендей. Қарасай ауданы Айди ауылдық қосыны орта мектебінде ауданымызға үлкен қазақ күресінен Қарасай ауданының мектеп аудан біріншілігі өткізілуде. Осы біріншілік біздің мына рухани жаңғыру болашаққа бағдарламасы аясында мына ауданымызда республика облыста көптеген шаралар өтіп жатыр. Соның жалғасы деп айтуымызға болады. 12-14 жас аралығындағы кішкентай палуандардың сайысы өте тартысты өтті. 35 келіден жоғары салмақ дәрежесі бойынша боз кілем үстіне шыққан қатысушылар өз қарсыластарының жауырынын жерге тигізіп, жүлдегерлер қатарынан табылуға тырысты. Жалпы айтқанда, жан-жақтан жиналған барлық командалардың қоржындары бос қайтпай жаңа медальдармен толықты. Мен 35 килограмм салмақ дәрежесінде бірінші орын алдым. Менің қарсыластарым да жақсы палуандар екен. Мен оларға сәттілік тілеймін. Келесі жарыстарда бірінші орын ала берсін. Осындай жарыстардың өскелең ұрпақ арасында ұлттық спортымызды насихаттауды берері мол. Себебі дәл осындай белдесулерден болашақ біздің чемпиондарымыз шығатыны анық.